Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Отыра қойыңыздар. Егілі бүгін сабақтар көп жоқ? Бүгін сабақта Сұлтанова Айсел, Сұлтанова Әсел, Нұрмұханова Аяжан жоқ. Үшеуі де себепті отырады. Жақсы, отыра қойың. Онда барлық дәптерімізді ашамыз, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Оның сапасын бақылау және сапа көрсеткіштері. Мақсаты, бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты, оның сапасын бақылап, негізгі сапа көрсеткіштерін құрал-жабдықтың көмегімен анықтау. Келесі, біз жаңа тақырыпқа көшпес бұрын сіздерден алдындағы өткен тақырыпты сұрайын. Ол үшін мен сіздерге үш мемлекеттің сүтін алып келуді айтқан болатынмын. Үш топқа бөлдім: Ресей, Қазақстан және Беларусь. Әрбір топ сол мемлекеттің сүтін алып келеді. Алып келдіңіздер, онда ең бірінші біз Қазақстан тобы шығыңыздар. Және де штрих-кодпен энергетикалық құндылықты есептедіңіздер ма? Есептесек, онда бір-бірлеріңізге бере қойыңыздар, балалар отырып тексерсін. Әрбір топ алғаса қойыңыздар. Жақсы, алғасыңыздар ма? Сіздер тексере беріңіздер. Мына жақта сүттің сапасын зерттеп, қазір бізге көрсетеді. Қазақстанда өндірілген біз екі сүт алдық. Ол лактель және де родина сүттері. Лактель сүті қорабы ультрапастерленген, ал майлылығы 3,2% болып табылады. Бұл сүттің құрамында қалыптандырылған сүт және де D3 дәрумені қосылған. Бұны өндіруші Foodmaster компаниясы Алматы облысы болып табылады. Бұл сүтті сақтау мерзімі 2 градустан 25 градус температураға дейін тоңазытқышта сақтау керек. Ал бұл сүттің жарамдылық мерзімі 6 ай болып табылады. Бұл сүттің штрих-коды 487-тен басталады, яғни Қазақстанда өндірілген. Ал бұл сүттің 59 килокалорий болып табылады. Біздің есептеген кезде де осындай нәтиже көрсетті. Екіншісі бізде родина сүті. Бұл сүттің қорабы пастерленген, майлылығы 3,2%. Бұл сүтті сақтау мерзімі +2-+4 градус Цельсийда тоңазытқышта сақтау керек. Бұл сүтті сақтау жарамдылық мерзімі 5 күн болып табылады. Энергетикалық құндылығы 60 килокалорий. Біз есептеген кезде осы көрсеткіш шыққан, яғни бізде 59-да 8 шықты. Бұл плюс-минус 10 килокалорий есептеле береді. Жақсы. Бүгін біз үй жағдайында сүттің құрамында крахмалдың, судың және де сода мен бордың бар екенін есептейміз. Ол үшін алдымен йодты сүтке азғын тамағаттамызамыз. Егер де сүт жасылдау түске боялатын болса, онда оның құрамында крахмалдың бар екенін көрсетеді. Бұл сүттің құрамы, бұл сүт сарғыш түс болды, оның құрамында крахмал жоқ екенін көрсетеді. Келесіде бізде спирт. Егер де стаканды шайқаған кезінде шет жақтарында үрпешіктер пайда болатын болса, онда оның құрамында су жоқ екенін білдіреді. Ал біздің көріп отырғанымызда мұнда үрпешіктер жоқ. Бұның құрамында су бар екенін көрсетеді, көп мөлшерде бар екен. Келесіде уксус. Шайқаған кезде егер де көпіршіктер пайда болатын болса, онда сүттің құрамында сода мен бордың бар екенін көрсетеді. Сода мен борды не үшін қосады? Ол сүттің жарамдылық мерзімін ұзарту үшін және де борды ол сүттің түсін ағарту үшін, ақ түсті болу үшін. Көріп отырғаныңыздай, бұл сүтте көпіршіктер жоқ деп есептеуге болады. Бұнда сода мен бор жоқ. Қорытындылап кететін болсақ, лактель сүтінде су ғана, құрамында артық қоспалардан су ғана бар екен. Және де пастерленген сүтті біз міндетті түрде қайнатып ішуіміз керек. Ал ультрапастерленген сүтті біз оны салқын күйінде немесе жылытып ішуге болады. Қайнатудың керегі жоқ. Себебі бұл сүт
30-да 100 градустан жоғары температурада өңдеуден өткен болып табылады. Жақсы, отыра қойыңыздар. Келесі топ бізде Ресей тобы шыға қойсын. Біз алған сүтіміз Ресей сүті, домик деревня сүті, бұны ультрапастерленген ішетін сүт, бұны майдың салмақтық үлесі 2,5%. Бұнда ақуыз 3% болса, ал көмірсулар 4,7% бар. Бұны сақтағанда 2 градустан 25 градусқа сақтау керек, ал қаптамасы ашылғаннан кейін 2 градустан 6 градусқа дейін сақтау керек. Және де бұның жарамдылық мерзімі 9 ай. 9 айдан кейін асқаннан кейін ішуге жарамсыз болып келеді. Біз бұны домик деревня сүтін үй жағдайында қалай зерттеу керек екенін анықтаймыз. Үй жағдайында бізде қажетті заттар йод, спирт, уксус қажет болады. Бұнда ең алдымен сүтті белгілі мөлшерде құйып аламыз, өзімізге ыңғайлы етіп, одан кейін йодты кішкене тамшысын тамызып керек. Егер де йодтың түсі жасылырақ болып өзгеретін болса, бұл яғни құрамында крахмал бар екенін білдіреді. Егер де сүтке йодты тамызған кезде сарғыш түсті болса, бұл крахмалдың жоқ екенін білдіреді. Бұнда сүтіміз сарғышта болды, яғни крахмалдың жоқ екенін білдіріп тұр. Екінші тәжірибелік жұмыста бізде спиртті тамызамыз. Спиртті тамызған кезде бұл сүтте ақ үлпешіктер стакан бойында пайда болу керек. Ал бұнда көріп тұрғаныздай ешқандай ақ үлпешіктер пайда болған жоқ, бұл сүттің құрамында су бар екендігін білдіріп тұр. Үшінші тәжірибелік жұмыста бізде тұзды тамызамыз. Тұзды тамызған кезде егер де сүт көпіршитін болса, бұның құрамында сода мен бор бар екендігін білдіреді. Көріп тұрғаныздай сүтіміз көпіршіді, құрамында сода бор бар екенін білдіреді. Үй жағдайында мысалы крахмал бұл сүттің яғни қоюлату үшін қолданылады, ал спирт бұл сүтке судың мөлшерін артықтан тыс қолданылады. Ал сода жарамдылық мерзімін ұзартады. Көріп тұрғаныңыздай домик деревня сүттің жарамдылық мерзімі 9 ай. Ал негізі сүттер кеміне дегенде 5-6 күнге дейін жарамдылық беруі керек. Неге 5-6 күн деп айтасыз? Өйткені ультрапастерленген сүттің сақтау мерзімі неше? Ол 5-6 күнді қандай сүт? Пастерленген шатастырмаймыз. Ал ультрапастерленген сүт 6 айдан 6 ай. Жақсы, 6 айдан 1 жылға дейін. Жақсы, отыра қойыңыздар. Келесі топ бізде Беларусь тобы шыға қойсын. Берілген сүт өнімі бұл Беларусь сүті, Саушкин продукт сүті. Оның майлылығы 3/1, ал көлемі 1 литр. Бұның құрамы қалыптандырылған сүттен, ал энергетикалық құндылығы 245,6 килоджоул. Және де бұның сақтау мерзіміне келетін болса, ол қорапта ашылмай тұрған кезінде 2 градустан 25 градус аралығындағы ауа температурасында сақталады. Ал қаптама ашылғаннан кейінгі сақтау мерзімі ол 2 градустан 6 градус аралығындағы ауа температурасында сақталады. Ал бұның жарамдылық мерзімі қаптамадағыда келетін болса, ол 1 жыл 3 ай. Ал органолептикалық көрсеткішіне келетін болса, оның түсі ақшыл, майлылығына байланысты олар сарғышта болып келеді. Консистенциясы сұйық, ал түрі қалып өзіне тән сұйық болып келеді. Бізге бұл сүтті үй жағдайында сапасын тексеру үшін бізге уксус, йод және де спирт қажет болады. Ең алдымен біз йодты қолданамыз. Бұл йодпен біз сүттің құрамында крахмал бар жоғын анықтаймыз. Сүтке йодты құйған кезде егерде сарғыш түс беретін болса, онда йодтың құрамында крахмал жоқ. Ал егерде жасыл түс беретін сүттің құрамында дейміз, иә? Сүттің құрамында йод жоқ. Ал егерде жасыл түс беретін, крахмал жоқ. Егер жасыл түс беретін болса, крахмал бар. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл сүтте крахмал жоқ екен. Келесі бізде спирт. Спиртті сүтке құйған кезде содан кейін сүтті шайқаған кезде стаканның жан-жағында ақ үлпешіктер пайда болатын болса,
онда оның құрамында сүт, су мүлдем жоқ деген сөз. Ал егерде ешқандай ақ өкпешік пайда болмайтын болса, оның құрамында сүт бар деген, су бар деген сөз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл сүтке су көп мөлшерде қолданылған. Келесі бізде уксус. Уксусты сүтке құйған кезде және де оны шайқаған кезде көпіршитін болса, оның құрамында бор мен сода бар. Міне бұл сүтте бор мен сода қолданылған. Және қорытындылай келе, Беларусь республикасында шығарылған Савушкин сүті бұл құрамында крахмал болмағанымен, оның құрамында сода мен су бар. Яғни су қосылғаны бұл құрамы табиғи емес деген білдіреді. Ол адам ағзасына ешқандай пайда алып келмейді және ондағы витаминдердің мөлшері жойылып кетеді. Ал бұндағы қосылған содаға келетін болса, негізінен ультрапастерленген сүттердің сақтау мерзімі ол 6 айдан 1 жылға дейін сақталу керек. Ал бұның сақтау мерзімі қаптамасында жаңа айтып кеткендей 1 жыл 3 ай. Яғни бұның сақтау мерзімі сүт өнімі үшін тым көп. Яғни бұл өнім ішуге бізге болмайды дегенді. Жақсы, өте жақсы зерттедіңіздер. Отыра қойыңыздар. Мінекей балалар, енді сіздер топтар жаңағы штрих-код пен энергетикалық құндылықты дұрыс екен есеп көрдіңіздер ма? Иә. Әрбір топтан тұрып айта қояйық. Айта қойыңыздар. Беларусь тобы айта қойсын. Айта беріңіз. Ресей тобына басайық, Ресей тобы айтсын. Беларусь тобының штрих-коды энергетикалық құндылығын тексерді. Олардың өзіне сай болды. Энергетикалық құндылығы 83 килокалорий болды. Ол дұрыс есептегеніңізбен. Дұрыс есептепті, иә? Жақсы, отыра қойыңыз. Келесі бізде Қазақстан тобы айта қойсын. Қай топтың штрих-коды мен энергетикалық құндылығын есептедіңіз? Біз Ресей тобының штрих-коды мен энергетикалық құндылығын зерттедік. Ол жердегі 47,19, яғни 48 килокалорий шықты. Ал бұл жерде штрих-кодына келетін болсақ, 469, сол яғни Ресейдің штрих-коды болып табылады, барлығы дұрыс. Жақсы, отыра қойыңыз. Келесі Беларусь тобы. Сіздер қай топтың? Біз Қазақстан тобымыз. Қазақстан тобы, жақсы. Мұнда жаңағы қаптамасында жазылған килокалорийға сай болып келеді. Міне бізде 60 бүтін мыңнан 137 шықты. Оны жуықтағанда 59 калорий болып шықты. Жаңағы штрих-кодына келсек, штрих-кодын бәрін санап стандартқа сай деп білдік. Жақсы есептепті, жақсы отыра қойыңыз. Олай болса, мінекей бүгін жалпы 3 мемлекеттің сүтін зерттеп көрсеттіңіздер, қай сүтті қолдануға болады екен, қай сүтті қолдануға болмайды екен. Кәнекей, бір топтан тұрып жауап бере қой. Қай топ бірінші жауап береді? Қай топ жауап береді? Жақсы, Беларусь тобы жауап бергісі келіп тұр. Мен бұл сұраққа жауап беретін болсам, менің ойымша бұл отандық өнім Қазақстанда жасалған сүт, бұл бізге пайдалы болып тұр. Оның құрамында ешқандай артық қоспалар, ештеме жоқ. Ал қалған топтардың келетін болса, олардың құрамында су болды, сода болды. Яғни олардың жүріп өтетін жолына, өндіруіне, оның келуіне байланысты оған содамен қосады, су қосады. Яғни ол жарамдылық мерзімін ұзарту керек. Ал Қазақстанда жасалатын өнім, ол өзіміздің елімізде жасалғандықтан, оған ешқандай жүріп өтетін жолдың уақыты да ештемеде кетпейді. Яғни бізге пайдалы да тиімді сүт бұл қазақстандық сүт болды. Жақсы, отыра қойыңыз. Келесі топ, қай топ жауап бергісі келеді? Кәнекей, Қазақстан тобын айта қойсын. Назерке. Ал мен ультрапастерленген, пастерленген және де стерилленген сүттердің ішінен сіздерге пастерленген сүтті кеңес беретін едім. Оның ішінде де Қазақстанда өндірілген. Себебі онда қазіргі кезде бізде ауыл шаруашылығы дамып жатыр. Олар ешқандай қоспасыз табиғи жолмен алынады фермадан, яғни. Оларды және сақтау мерзімі 5 күн, онда барлық дәрумендер сақталынады. Жақсы, өте жақсы жауап берді. Келесі топ, Ресей тобы жауап бере қойсын. Темірлан. Біздің Ресей тобының сүті бойынша бұл біздің сүтте крахмал анықталмағанымен су болды және де бор мен көмірсулар болды. Бірақ сода болды. Сода бізге жеткізбегенше бұл сүтте уже химиялық заттар қосылады. Ал одан да бізге Қазақстан тобындағы сүтті қолданған дұрыс, ол өзімізге жақын.
және де ол пайдалы сүт болып келеді біздің сүттерге қарағанда. Жақсы, өте жақсы жауап отыра қойыңыз. Олай болса, бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастайық. Жаңа тақырып бізде 10 тақырыбы. Дәптерлеріңізді ашыңыздар. Керек деген жерлерін міндетті түрде дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Он дәнді дақылдарды жаншып, жармалау арқылы алынатын ұнтақ тәріздес өнім. Ол биологиялық қасиетіне қарай түрлерге, типтерге және де сұрыптарға бөлінеді. Енді тақтаға назар аударсаңыздар, жалпы ұнның түрлеріне келейік. Ұнның түрі бидай ұны, қара бидай ұны, жүгері, күріш, қарақұмық ұндары болып, 3 түрге бөлінеді. Бидай ұны бізде наубайханалық және де макарондық болып 2 түрге бөлінеді. Наубайханалық және макарондық ұндар 3 сұрыпқа бөлінеді. Жоғарғы, бірінші және де екінші сұрыпты ұндар болып келеді. Макарондық ұндың сұрыпына келетін болсақ, бізде макарондық ұнды жоғарғы сұрыпты крупчатка деп атайды. Бірінші сұрыпты ұнын орташа крупчатка деп атайды, ал екінші сұрыпты макарон ұны біз макарон өндірісінде қолданбаймыз, оны тек қана біз нан өндірісінде қолданамыз. Келесі қара бидай ұны. Қара бидай ұны бізде 3 түрге бөлінеді. Еленген, кебекті, кебексіз болып 3 түрге бөлінеді. Қара бидай ұны сұрыптарға бөлінбейді. Жүгері, күріш және қарақұмық ұндарына келетін болсақ, бұл ұндар шектеулі мөлшерде ғана шығарылады. Біз оны кондитерлік өнімдерде ғана қолданамыз. Келесі бізде ұнның сапасының органолептикалық көрсеткішін анықтау. Жалпы органолептикалық көрсеткішті анықтау үшін біз ең алдымен иісін анықтаймыз. Кез келген өнімнің иісін анықтаймыз. Иісін анықтау үшін мінекей мен 20 грамм ұнымды есептеп алдым таразыда. Және де маған 60 градуста қыздырылған ыстық су керек. Бұны өзіміздің ыстық демімізбен де иіскеуімізге болады, немесе иісін сезбеген жағдайда ыдысқа салып, 20 грамм ұнды ыстық суды құйып, 60 градуста қыздырылған осы ыстық буымен иіскейміз. Бұл нәзік қана иісі шығуы тиіс. Келесі бізде дәмі және қытырлағыштығы 1-2 грамм ғана ұнды аузымызға салып, шайнап көреміз. Шайнаған кезде қытырлағыштығы мүлдем білінбеуі тиіс, ал дәміне келетін болсақ, дәмі сәл ғана тәттілеу болуы керек. Келесі бізде ұнның сұрпын анықтау. Ұнның сұрпы көріп тұрсыздар, мына бізде цесна ұны бірінші, жоғарғы бірінші және де екінші сұрыпты ұндар. Әрбір сұрыптың өзіне тән түсі бар. Жоғарғы сұрыптың ақ, бірінші сұрыпты ақшыл сарғыш және де екінші сұрыпты ұн бізде сұр немесе сұр сарғыш түсті болып келеді. Және де көріп тұрғандай қара бидай ұны, мінекей қара бидай ұны, бұл бізде кебексіз қара бидай ұны. Жақсы, және де мен тағы бір айта кететінім, иісін анықтаған кезде, иіскеген кезде, егер де тәтті бал иісі шығатын болса, онда әрине бұл ұнның құрамында құрттардың бар екендігін білдіреді. Сондықтан міндетті түрде үйде қолданған кезде електен өткізіп барып, електен көрулеріңізге де болады. Сонымен қатар ұнды қолданар алдында иіскегендеріңіз жөн. Келесі бізде стандарт талабы бойынша, ГОСТ 26574 талабы бойынша бізде жоғарғы бірінші, екінші сұрыптың органолептикалық көрсеткіші. Мінекей иісі өзіне тән, жағымды, әлсіз ғана білінген. Түсі жаңа мен айтып өттім, ақшыл түсті, ақ сары және де сары сұр реңкті болып келеді. Қытырлағыштығы стандарт талабы бойынша мүлдем білінбеуі тиіс және де дәмі сәл ғана тәттілеу болуы керек. Енді оның физика-химиялық көрсеткішіне келетін болсақ, бізде оның физика-химиялық көрсеткіші ең бірінші оның сұрпын анықтаймыз. Оның сұрпын анықтау үшін бізге белезнамер аспабы қажет. Бұл аспаппен сіздер метрология пәнінде таныстыңыздар, кез келген аспапты қолданар алдында қауіпсіздік ережесін сақтағанымыз жөн. Ол үшін қолымызда қолғап болу керек және де қолымыз су болмау керек. Солай ғой? Жақсы, олай болсақ аштық. Одан кейін топқа қосайық. Мінекей топқа қостық. Қазір ең бірінші не істейміз? Аспапты калибрлейміз. Бізде 14-86 көрсеткішін көрсетуі тиіс. Біз
қазір цесна ұнның жоғарғы сұрыптығын көрейік. Мінекей 14,86 көріп тұрсыздар ма? Иә. Жақсы. Онда ұнымызды тегістеп саламыз. Ыдысымыз толғанша саламыз. Бір қалыпты етіп. Қақпағын жабамыз. Және де бастау батырмасын бір рет басамыз, старт батырмасын 2 рет басамыз. Жалпы көрсеткіші қазір көрсетеді, оған дейін тақтаға назар аударыңыздар. Мінекей, жоғарғы сұрып үшін бізде 54-тен жоғары көрсеткішті көрсетуі тиіс. Ал бірінші сұрып үшін 36-дан 53 көрсеткішті көрсетуі тиіс. Көріп тұрмас сіздерге? Екінші сұрып үшін 12 мен 35-тің аралығында көрсетуі тиіс. Қазір бізде 54-тен жоғары көрсеткішті көрсетуі керек. Қазір көрсеткішті көретін боламыз. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар көрсеткіштерді. 1-2 минут уақыт алады. Қазір сіздерге көрсеткішін көрсететін болады. Жақсы, мінекей көрсеткішін көрсетті. 62,7 көрсеткішті көрсетті. Қандай көрсеткіш? Өте жақсы, жоғарғы сұрып екенін дәлелдеп көрсетіп тұр. Келесі бізде ылғалдылықты анықтау. Ылғалдылықты анықтау үшін бізде ылғалдылық анализаторын қолданамыз. Ылғалдылық анализаторын қолдану бізде ең бірінші бұл аспапты калибрлейміз. 5 грамм гирді қойып, 25 уақыт аспабымызды калибрлейміз. Калибрлеп болғаннан кейін сынама 5 грамм сынамамызды салып, 45 минутқа 130 градусқа қоямыз. 45 минуттан кейін бізде аспабымыздың көрсеткішінде экранында көрсетеді көрсеткішін. Бұл аспаппен сіздер оқу тәжірибесінде толығырақ әрбір ұнның сапасын анықтайтын боласыздар. Бүгін тек қана бұл аспаптың жұмыс істеу тәртібін ғана таныстырып өтемін. Себебі бұл аспаппен барлық ұнның қазір сапасын анықтай алмаймыз. Себебі бұл аспап бір ұнның ғана сапасын анықтайды, одан кейін 2 сағат аспап демалып тұру керек, одан кейін ғана екінші басқа ұнның ылғалдылығын анықтай аламыз. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Мінекей, ылғалдылық көрсеткішіне келетін болсақ, әрбір сұрыптың ылғалдылығы бар. Бір жоғарғы сұрып 14% болу керек, бірінші сұрып 14,2, екінші сұрып 14,5, жалпы ГОС талабы бойынша 99.404 талаптар бойынша 15%-дан аспауы тиіс. Және де ылғалдылықты үй жағдайында анықтап білуге болады. Ол үшін біз ұнымызды аламыз, алақанымызға салып қысамыз. Қысқан кезде, жіберген кезде ұнымыз шашыла қалса, мінекей мынау менде шашылып тұр, менде енді қазір қолғап болып тұр ғой, шашылып тұр. Егерде комок болып қалатын болса, әрине ол ұнның құрамында ылғалдылығы өте жоғары екенін білдіреді. Үйде осылай да анықтап көруімізге болады ылғалдылықты. Келесі бізде ылғалдылықтан кейін біз ұнның зиянкестермен ластануын анықтаймыз. Ұнның зиянкестермен ластануын анықтау үшін бізге ең негізгі ұлғайтқыш лупа, ұлғайтқыш құралы және елек, сонымен қатар қара тақтай керек. Қара тақтайдың көмегімен біз ұнның құрамындағы зиянкестерді анықтай аламыз. Ол үшін біз ұнымызды алып електен өткіземіз. Електен өткізіп, електен қалған қалдықты біз қара тақтайшаға саламыз. Салып болғаннан кейін біз лупаның көмегімен, әрине қара тақтайшаның үстіндегі ұнның електің ішінде қалған қалдықтарды көреміз. Егер де жалпы стандарт талабы бойынша ешқандай зиянкестер жіберілмеуі тиіс. Және де сіздер қазір анықтайтын боласыздар. Осы зиянкестермен ластануын. Келесі бізде ұнның гликаминасы дегеніміз не? Жалпы қыз балалар біледі, үйде нан ашытасыздар ғой, сонда бір кездері нанымыз көтерілмей қалады, немесе нанымыз ағып кетіп жатады, бұл бізде гликаминаға байланысты. Гликаминамыз жақсы болса, нанымыз жақсы піседі. Егер нашар болса, онда нанымыз піспей қалады, немесе ағып кетуі мүмкін, немесе көтерілмей қалуы мүмкін. Мінекей гликаминаны қалай анықтау керек, қазір мен сіздерге түсіндіретін боламын. Олай болса, бізге 35 грамм ұнымызды есептеп алып, 20
грамм суды құйып қамырымызды дайындап аламыз. Мен алдын ала қамыр дайындап қойдым. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 5 минутқа қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын. Бұл қамырымыз қатты да болмау керек, жұмсақ та болмау керек, орташа болу керек. Мінекей стандарт талабы бойынша мен қамырымды дайындап қойдым. Қамырым дайын болғаннан кейін мен бұны кранның астына, судың астына алақан сала отырып жуамын. Жуған кезде крахмалы шығып, тек қана желімтегі қалады. Және де клейковина қазір анықтаған кезде перчатка кимесеңіздер болады. Өйткені перчаткаде мына қамырымыз қолдарыңызға жабысып қалады. Сондықтан жай қолдарыңызбен жуатын боласыздар. Мінекей мен тағы да алдын ала клейковинасына жуып дайындап қойдым. Бұдан дайындағаннан кейін біз мына формулаға салып қазір есептейтін боламыз. Клейковина мөлшерін. Көріп тұрсыздар ғой? Біз жаңа 35 грамм алдық. 35 грамм алсаңыздар 25 орнына 35-ті қоямыз. Ол үшін біз алдын ала мінекей таразыға саламыз. Бізде 13-те 74%-ді көрсетіп тұр. 13-те 74-ті бөлеміз 35-ке. Бөліңіздерші. Бөлеміз 35-ке. Көбейтеміз 100-ге. 39. Көбейтеміз 39%-ді көрсетті. Әрине бұл клейковина мөлшері өте жақсы екендігін көрсетіп тұр. Енді тақтаға назар аударсаңыздар, мінекей. Клейковина жоғарғы сұрып үшін клейковина мөлшері 30%-дан жоғары болу керек. Бірінші сұрып үшін 28%-дан жоғары, екінші сұрып үшін 25%-дан жоғары болуы керек клейковинаның мөлшері. Түсіне келетін болсақ, мінекей ақшыл сарғыш, бірінші сұрып үшін сарғыш болады, екінші сұрып үшін сұр түсті болады. Енді созылғыштығына келетін болсақ, мен сіздерге қазір сызғыштың үстінде сызып көрсететін боламын. Ол үшін бізге сызғыш керек. Сызғыштың үстінде ақырындап қана үзіп алмай созамыз. Егер де созып жатқан кезде үзіліп, немесе іріп кетіп жатса, әрине ол оның клейковинасы өте нашар екендігін білдіреді. Мінекей менікі 20 сантиметрден асты. Көріп тұрмыз ба? 20 сантиметрден асты. Жалпы бұл клейковинасы өте жақсы дегенді білдіреді. Мінекей егер де ұзындығы 20 сантиметрден жоғары болса, бірінші топқа жатқызамыз. Орташа болса, екінші топқа жатқызамыз. Орташа бізде 10-нан 20 сантиметрге дейін. Қысқа 10 сантиметрге дейін болатын болса, ол әрине бізде үшінші топқа жатқызатын боламыз. Келесі қараңыздар, жаңа клейковинаның сапа көрсеткіші бойынша ұзындығы 20 сантиметрден жоғары болса, бізде жақсы деп жазамыз. Жалпы айтқанда осы топтары жақсы деген көрсеткішті көрсетіп тұр. Егер де нашар болған жағдайда басып көреміз. Егер басқанда бос болса, орташа бос 2 деген топқа жатқызамыз, немесе қатты. Осылай үшінші топты да солай жатқызамыз. Ұнды сақтау, ұнды қалай сақтаймыз? Үй жағдайында ұнды міндетті түрде, егер де қағаз қаптамада болса, осы түрінде сақтауға болады. Қапта болса, ағаш жәшіктерде сақтаған өте ыңғайлы. Және де бізде жарамдылық мерзімі 10-12 айға дейін. Оның жарамдылық мерзімі және де құрғақ, салқын, тікелей сәуле түспейтін жерде сақтағандарымыз жөн. Сонымен қатар қазіргі таңда көптеген супермаркеттерде ұнды мынандай пакеттерден көреміз, иә? Көресіздер ме? Бұндай пакетте тұрған ұнды алмауға тырысыңыздар. Себебі бұл пакетте тұрған ұнда зиянкестер көбею мөлшері өте көп. Бұл пакеттің ішінде буланады, буланғаннан кейін ылғалдылығы көбейеді, ылғалдылық көбейгеннен кейін әрине зиянкестер пайда болады. Түсінікті ма? Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз осымен жаңа тақырыпты аяқтадым. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоюларыңызға болады. Кімде сұрақ бар? Қанеке сұрақ қоямыз? Сұрақтарыңыз жоқ па? Жоқ. Барлығы түсінікті ма? Олай болса, қазір біз өзіндік жұмысын орындаймыз. Дәптерлеріңізді ашыңыздар. Өзіндік жұмысын орындаймыз, қараңыздар. Ең бірінші органолептикалық көрсеткішін анықтайсыздар, жаңа көрсеттім, иә? Сол бойынша органолептикалық көрсеткішін, оның сұрпын анықтайсыздар, оның зиянкестермен ластануын анықтайсыздар, және де клейковина мөлшерін және сапасын анықтап, қазір кестеге толтырасыздар. Мен ең алдымен сіздерге қазір әдістемелік нұсқаулықты беремін. Алдымен осы әдістемелік нұсқаулықпен жақсылап тұрып танысып алыңыздар.
Жақсы ма? Бұл жерде стандарт талабы бойынша әрбір осы тапсырманы орындау үшін мұнда толық мәліметтер жазылған. Мінекей, ала қойыңыздар. Бірінші танысып, дәптерлеріңізге кестелерді сызып алсаңыздар да болады. Сіздерде үшеу болып қалады. Жақсы, сіздер танысып болам дегенше, мен сіздерге қазір заттарды беретін боламын. Мына жерде соны алып қолданыңыздар. Менде қазір соны беремін. Сіздерге екінші сұрыпты. Сіздерге бірінші сұрыпты және де бірінші сұрыпты. İçinde kasık var, kasıkпен алып, органолептикалық көрсеткіші хасталарын табылады. Арасы анда қосамыз ғана сөйлеп бар. Егер де мына жерде қазір критерийнаны анықтау үшін мына қамыр дайындап болсаңыздар. Мына жақтан краннан келіп суды алуларыңызға болады. Органолептикалық көрсеткішін анықтап болсаңыздар, белезномер аспабына әрбір топ келіп өлшеп көрулеріңізге болады. Қайтадан не істейміз дедім, алдын алып аспапты өлшереміз, қосамыз, аспабымызды калибрлейміз, одан кейін ғана қолданамыз. Енді салуымызға болады. Асықпай саламыз. Жоғарысы бірінші қалған 63,7% көтеріліс көрсетеді. Өте жақсы нәтиже. Жақсы, кестелеріңізге жаза қойыңыздар. Келесі топ. Ондарыңызды салып алыңыздар.
жақсы, таныстырып. Екінші сұрап үшін оның белгіленген аспабы бойынша көрсеткіші 34 пен 12-ның аралығындағы. Жақсы көрсеткіш. Онда дәптеріңізге жазып қойыңыздар. Сіз белгіленген аспабымен жұмыс жасаған кезде еш уақытта мынаны орнынан жылжып алмаңыздар, жарай ма? Орнында тұрады, калибрлейсіздер, одан кейін ғана ұныңызды сала қоямыз. Айта ғой. Гликозидағы формулаға салып 35 грамм аламыз. Оны ең қабыр үлгісіне алынған ұн массасына бөлеміз ба? Я. Сіздер неше граммдық ұнға иледіңіздер қамыларыңызды? 35. Ана жерде формулада 25 деп тұр. Егер 25 грамм алсаңыз, 25 дейсіз. 35 грамм алсаңыз, 35 граммды қоясыздар. Түсінді ма? Жақсы. Жоқ болып қалдыңыздар ма? Кәнекей былай қысыңызшы. Ешқандай формулаға саламыз. 13 бүтін. Жақсы, олай болса, бүгінгі өзіндік жұмысын қорытындылайық. Әрбір топ өз істеген тәжірибелік жұмыстарын айта кетсе. Қанекей, бірінші Ресей тобынан бастайық, бірінші топтан. Біздің орнымыз жоғарғы сұрып болады. Иісін тексергенде өзінің дайын болып шықты. Түсі ақшылы сары, қытырлағаны білінбейді. Және дәрме сәл тәртілеу, зиянкесер тексергенде зиянкесер дәмі. Жақсы, отыра қойыңыз. Келесі кім айтады? Келесі бізде сұрпын анықтадыңыздар, иә? Сұрпын кім анықтады? Қанекей? Біздер белгілі номерін жүрген кезде әрбір жоғарғы сыныпты ұн 25 көрсеткішінен асу керек болды. Жоғарғы сыныпты ұн көрсеткішінің асты 63,7% көрсетті. Ол яғни ұнның сапасының жоғарғы екенін білдіріп тұр. Жақсы. Келесі бізде зиянкестермен ластануында кім анықтады? Айта қоямыз. Тез тұрып айта қойыңыздар. Ислам тұра қой. Зиянкестер болған жоқ, иә? Жақсы. Келесі гликамина мөлшерін формулаға салып есептегенде қанша шықты? Кәнекей айта қойыңыздар. Өлшегенде 37 сосын біз сызғыш қалып создық 24 сантиметр болды. Бұл 20-дан асқан дұрыс жоғарғы сұрыпқа. 20-дан асқан. Жақсы, өте жақсы көрсеткіш, иә? Жалпы бүгін түсінікті ғой? Барлық тәжірибені жақсы орындадыңыздар, жақсы. Келесі топ бізде Қазақстан тобы. Қазақстан тобын көрейік. Тәжірибені қалай жасағандығын, қалай орындағандығын айтып берсін. Бірінші тапсырма органолептикалық көрсеткіші. Онда біз ыстық сумен құйып, оны иіскеген кезде оның өзіне тән жағымды әлсіз білінген иіс болды. Түсі ақ сары болып келеді. Қытырлағыштығы бізге сезілген жоқ. Дәмі сәл тәттілеу болды. Жақсы. Біздің жұмыс процесін алғанда бірінші сұрақ. Ол белгіленген арқылы оны тексердік. Белгіленген көрсеткіші 50 жоғары. Бірінші сұрақтың талабының 50-50 сұрақ бірлігі болды. 50% көрсетті. Ол бірінші сұрыпты ұнға тән көрсеткішті көрсетті. Жақсы. Келесі, кім айтады? Келесі қандай көрсеткішті анықтадыңыздар? Бізге бірінші сұрыпты ұндағы зиянкестермен ластануын анықтау. Бізге бірінші сұрыпты ұнды берді. Мұнда бірінші сұрыпты ұндағы бізге електен өткіздік, қара електің бетіне. Лупамен қарағанда ода құрттар, қара дақтары жоқ болды. Ешқандай зиянкестер жоқ. Жоғары сұрыпты ұнды, бірінші сұрыпты. Жақсы. Гликамина мөлшерін кім анықтады? Айта қойыңыздар. Гликамина мөлшерін анықтау үшін біз көп ұн алып қойдық, оны біз 100 деп есептедік. Сосын алынған шикі гликаминаны біз 52 болып алдық. 52-ні 100-ге бөлдік та, оны 100-ге бөлдік. 52% болып шықты. Ол бірінші топқа тән. Жақсы, сіздер кішкене қателестіңіздер, енді қателеспеуге тырысыңыздар, жарай ма? Жақсы. Келесі топ бізде Беларусь тобы. Қанекей, қандай тапсырманы орындады екен айта қойыңыздар? Органолептикалық көрсеткіші біз екінші сұрыпты ұнды бересіз. Оның иісі өзіне тән.
дәмі кішкене тәттілеу деген, қытырлақтығы жоқ, және де түсі сары реңк болды. Жақсы. Келесі бізде оның сортын кім анықтады? Айта қойыңыздар. Біз белгілемер аспабы өлшегенде оның көрсеткіші 21,9 типті көрсетті. Екінші сұраққа Жақсы. Жақсы көрсеткіш. Келесі бізде зиянкестемен ластануы анықтағанда қандай зиянкестер табылды ма? Бұл онда естігенде зиянкестер табылмады. Және оның ылғалдылығын анықтады. Бұл ылғалдылығы өте жоғары екен, біз естігенде түйіршіктер Өте жақсы ылғалдылығын анықтадыңыздар, иә? Ылғалдылығы өте жоғары екенін жай ғана көруімізге болады, иә? Жақсы, отыра қойыңыз. Клейковина мөлшері. Жаңағы елеген ұнды жуған кезде, оны жуу клейковинасын анықтаған кезде, оның жаңағы созылғыштығы орташа болды. Ол жаңағы созғанда ол кішкене Үзіліп кетті ма? Кішкене үзіліп, кішкене солай болды. Қай топқа жатқыздыңыздар? Біз оны екінші сұраққа Екінші топқа жатқыздыңыздар, иә? Жақсы. Ал таразыға салып бөлшек клейковина мөлшері қанша пайыз шықты? Мөлшері 9,148 болды. Біз оны... Неге 9,148? Формулаға салғанда қанша шықты? Формулаға салғанда 27 шықты. 27 пайыз дұрыс көрсетті ма? Екінші сұрып үшін. Дұрыс көрсеткішті көрсетті, иә? Жақсы. Мінекей осымен бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Қорытындылай келе, мен сіздерді қазір бағалайын. Жалпы бүгін үй тапсырмасында тәжірибелік жұмысты да өте жақсы орындадыңыздар. Барлықтарыңызға жақсы деген баға қоямын. Солардың ішіндегі ең бір өте жақсы барлығын тиянақты орындай білген Беларусь тобында Еңілік, Айғаным, Еркебұлан өте жақсы қатысты. Сонымен қатар Қазақстан тобында Назерке, Жансая жақсы қатыса білді. Сонымен қатар Ресей тобына келетін болсақ, Ресей тобында да балалар өте жақсы қатысты. Қаракөз, Дана, барлығы Темірлан мінекей жақсы сұрақтарға жауап бере алды. Барлықтарын өте жақсы және де жақсы деген бағаны қоямын. Олай болса, бүгінгі сабағымыз рефлексиямен қорытындылайық. Мінекей рефлексия, әрбір топтан тұрып жауап бере қойыңыздар. Бүгінгі сабақ қызықты өтті ма, қызықсыз өтті ма? Бірінші сұрақ бізде бүгінгі сабақта не үйрендік? Қайта қойды, айта қой емелік. Бүгінгі сабақта біз белезнамер аспабымен оның сұрпын анықтады, және де клейковинаның бұның барлығы бізге қызықты болды. Себебі біз үй жағдайында істейтін болсақ, ол біздің қолымызда бар нәрселермен істейміз, ал біз бұл жерде практика жүзінде, яғни құралдармен істедік. Осы жер маған ұнады, және де біз көптеген маңызды ақпараттар мен құнды дүниелерді үйрендік. Жақсы. Келесі, сіздер үшін сабақ қызықты өтті ма? Неге? Жауап бере қой, Нұрханым. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті, және де бұл жалпы біздің өміріміздің маңызды сабақ болды. Көптеген пайдалы кеңестер болды, және де біз оның туралы теориялық және практикалық түрде өттік. Сонысымен қызық болды. Жақсы, отыра қой. Келесі, өзіндік жұмысын орындау барысында қандай қиындықтар кездесті? Кәне, Ресей тобы жауап бере қойсын. Өзіндік жұмыс жасағанда бізге ешқандай қиындық болған жоқ. Өйткені біз өзімізді таразымен қолданып білеміз, алдыңғы сабақтарда үйренгенбіз. Және де үй жағдайында онды зиянкестерден анықтауды бәрі білеміз, бізге қиындық болған жоқ. Жақсы. Және де белезнамер аспабында да жұмыс істеумен жақсы таныстыңыз. Жақсы. Тағы да айтатын бар ма? Қосатындарыңыз. Жақсы. Олай болса, дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі үй тапсырмасын жазып аламыз. Барлығымыз үйде оны қолданамыз ғой. Сол оның қаптамасын зерттейсіздер, және де клейковинасын анықтап, формулаға салып, мөлшерін, санын анықтап келесіздер. Бақылау кітабын және де тамақ өнімдерін тану кітаптарын қолданасыздар. Сонымен қатар интернет желісінде қолдануларыңызға болады. Жазып алдық па? Жақсы, олай болса барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.